Саламатсыздар ма үйренушілер, кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол екі өлшемді жиын тақырыбы. Енді екі өлшемді жиынға өтпестен бұрын біз екі өлшемді жиынның маңыздылығына тоқталып кетейік. Өйткені себебі екі өлшемді жиынның біз кез келген тақырыпты өткенде оның не үшін қандай маңыздылығы бар екенін тоқталатын болғанбыз. Мысалға біз жиын тақырыбында айтқан болатынбыз. Жиын тақырыбының маңыздылығы, бүгін сол екі өлшемді жиын тақырыбының маңыздылығына тоқталайық. Екі өлшемді жиын тақырыбы немесе көп өлшемді жиын тақырыбы ол бір өлшемді жиын тақырыбының кейбір мәселелерді шешуде ыңғайсыздықтарын жою үшін қолданылады. Мысалға, сол ыңғайсыздық мәселелердің бірі ретінде бір мысал келтіріп тұрып, неде бір класстың 5 студенттің нәтижесі және 5 студенттің 3 сабақтағы нәтижесі кестедегідей берілген. Егер мынадай оқушылардың нәтижесін программада сипаттауға тура келетін болса, бір өлшемді жиынды қолдану ыңғайлы болады ма? Сол мәселеге тоқталайық. Мына 5 оқушы бар, мына жақта 3 пән болғандықтан, жалпы бұл жерден 15 элемент шығады. Яғни біз оны сипаттап көрейік. Мынау керек емес, бізге өшіре салайық. Бізге мына сипаттадық, бізге осы керек. Мынау бірінші оқушының нәтижесі, мынау екінші оқушының нәтижесі, мынау үшінші оқушының нәтижесі, сәйкесінше төртінші, бесінші оқушының нәтижелері. Енді біз сипаттауда да қатты қиындық туған жоқ, бірақ кішкене түсініксіздеу. Сөйтсе де қатты ыңғайсыздық тудырмады, бірақ енді бізде ыңғайсыздық. Мен мынандай программа жасайын, кез келген оқушының нәтижесін мен индекстерін кіргізем, соған сәйкесте индекстер шығару керек. Мысалға алар болсам, екінші оқушының нәтижесі, екінші студенттің 3-ші сабақтағы нәтижесі. Онда бірінші сабақ деп жаңа слайдтан орайық. Бірінші сабақ деп тарих, екінші сабақ деп математика, үшінші сабақ деп физика деп аламыз. Сол сәйкесінше сонда айтқанда екінші оқушының физика пәніндегі нәтижесі, немесе үшінші сабақтағы нәтижесі. Енді көрейік, 82 шыға ма екен. Ол үшін мен мынандай өрнек құрып қойдым. Соған сәйкесті шығу керек. Не деп кіргіздім, мен екінші оқушының үшінші сабақтағы нәтижесі деп көрейік. 82 шықты. Ойлаған мәнімізді берді. Енді біз айтайық, бір кез келген мұнан аласылайын. Оны бір нәтиже дейік. Нәтиже ғой. Енді төртінші оқушының үшінші сабақтағы нәтижесі дей салайын. Мына бірінші оқушы, екінші, үшінші, төртінші оқушының үшінші сабақтағы нәтижесі ол 62. Көрейік, 62-ні шығарам екен. Көргенде 62-ні нәтижесі 62-ні шығарды. Онда ал егер дұрыс шығаратын болса, мына өрнек қалай құрылған? Ең алдымен өрнекке талдау жасайық. Бізге берілген студенттің номері мен сабақтың номеріне сәйкесті мынандай өрнек құрылған. Бұл өрнекте студенттің номерінен бірді, жаңағы сабақ номерінен бірді алған. Себебі сабақ нөмірінде студент номерді мына жақта сипаттағанда 0-ден басталады. Сол себепте екеуінен де бірді алдым. Және әр ретте студенттің номері 3 реттен асып отырғандықтан 3-ке еселедім де, соған сабақтың номерін қосып бердім. Енді көрейік. Соған сәйкес нерде индексі шығады, яғни 5-ші номер деп шығады. 0, 1, 2, 3, 4, 5-ші, 82 шыққан. Сол себепті. Неде кез келген мәнді шығаруға қауқарлы. Бірақ көріп өткендей, бұл мәселенің бір кішкене шеті ғана түсінуге ыңғайлы болу үшін. Ал егер мәселе тіпті де күрделі жағдай болған кезде, біз бұл өте түсініксіз болады, және мұна өрнекті құру да қиындықты тудырады. Және сіздің құрған мұна өрнек сияқты формулаңызды басқа программистерге түсінуге қатты ыңғайсыздық тудырады. Сол себепті біз бүгін екі өлшемді жиын тақырыбын немесе көп өлшемді жиын тақырыбын енгіземіз. Бұл бізге өте ыңғайлық береді осындай мәселелерді шешуге, немесе бұдан да қиын мәселелерді шешуге. Енді көрейік, екі өлшемді жиын ол бұрынғы жиын тақырыбына сәйкесті ұқсайды.
яғни онда да жиын секілді типін, атын және бастапқы мәнін беру керекпіз. Енді бастапқы мәнін берсеңіздер де болады, негізі берген дұрыс, бермесеңіздер де болады. Егер мысалы типін беретін жағдайда типі мысалы мынандай типтер болуы мүмкін, тіпті басқа да типтерден болуы мүмкін. Бірақ мысалы аты ол кез келген аттар болады, бірақ кезінде айтқан айнымалының атын беру тәртібіне бағынады барлығы. Немесе саннан басталып қалмайды деген сияқты. Енді бастапқы мәнін беру, ол бастапқы мәнін беруін мына жақта көрейік. Бастапқы мәнін мына жерде сол жиынға сәйкесті бердік. Ол нәтижелер әне 100-ден ары аспағаннан кейін char типін қолдандық. Енді соны сипатталған кодта көрейік. Мен мына жерде дайындап қойғам. Алдымен мынаны өшіріп жіберейін. Ең алдымен сипаттадық, көрдік, міне сипаттадық. Не? Көріп өткендей, мынау бірінші студенттің нәтижесі, бірінші жол. Екінші студенттің нәтижесі, үшінші студенттің нәтижесі, төртінші студенттің нәтижесі, бесінші студенттің нәтижесі. Енді бұл жерде көріп отқандай, әр студенттер өте ыңғайлы тізілген, көруге де өте түсінікті болады. Екіншісі, бұл жерде және бір айтатын нәрсе, бұл жиындарды жиынның сыртына жинаған сияқты бейне мына ішінде көп жиындардан құралған деуге болады. Енді біз жаңағы мәселені шешіп көрейік. Ол жерде мен әне бұны шешіп қойғам. Көрейік. Көріп өткендей, и дегеніміз ол оқушының номері, реттік номері болса, G дегеніміз ол сабақтың реттік номері. Енді мысалға мынерде 5-ші оқушының екінші сабақтың нәтижесіне білгіміз келсе, мысалы ең алдымен 2-ші оқушының 3-ші сабақтың нәтижесін көрейік. Әрине 82 болу керек, біз жаңа оны көріп өткен болатынбыз. Енді мысалға кез келгенді шығару керек қой, сол үшін 5-ші оқушының бір кез келген екінші сабақтағы нәтижесін көрейік. Екінші сабақтың нәтижесі ол математика болған. Яғни 51. Бірақ қарасаңыздар, индекстері керісінше бірден алынған. Әрине бұның себебі бұл сабақ нәтижесі де жаңағы әрине біз мына жерде бірінші студент дейміз, сол 0-ші студент деп атамаймыз. Ал мына программада 0-ден бастап есептелінетіндіктен бәрінің екеуінен де бірді алып тұрғанымыз сол себепті. Енді слайдқа қайтадан оралайық. Екі өлшемді жиын ол екі өлшемді жиынмен жұмыс жасау. Екі өлшемді жиынмен жұмыс жасағанда жеке элементпен тікелей жұмыс жасадық. Және мысалға айтар болсақ, және екінші оқушының 3-ші сабақтың нәтижесі ол 82 болғандықтан, енді бұл мынерде 0-ші жол мен 0-ші баған. Баған дегеніміз не? Біз жаңа жолды көрсеттік, мынау жол деп. Ал енді баған дегеніміз осы мұны реттік тік қатар. Ол баған болып есептелінеді. Мынеде 3 бағаннан тұрады. Яғни енші жол мен енші бағандағы элементтер, 0-ші жол мен 0-ші бағандағы элементтер мен енші жол мен енші бағандағы элементтерден тұратыны бізге мәлім болды. Яғни мынерді ескертпе жасадық. Жол және баған ол 0-ден басталатынына. Енді екі өлшемді жиын мен бір өлшемді жиынның салыстырмасы немесе айырмашылығы, немесе өзгешелігі деуге болады. Екеуі де бір-біріне ұқсайды, бірақ біз әрине сипалы баста жадыны бөліп жұмыс жасайтындықтан жадыны білу өте маңызды. Сондықтан мынерде екеуісінен бір өлшемді жиында сипатталған жады мен екі өлшемді жиындағы сипатталған жадының айырмашылығын тоқталдық. Екеуі де негізі жадыдан ұқсас орын алады. Мысалға көретін болсақ, бір өлшемді жиында бізден қанша элемент шықты? Мысалға мынерде мысалға 4 жол 3 бағаннан тұр ғой мына жерде. Жиыны ол 12 элемент. Мұнда сияқты 12 элемент. Әрине 12 элементке бұл типі int болғандықтан 4 байттан орын алады. Яғни бұл жадыдан орын бөлу керексіз. Сонда жалпы 48 байт орын бөлінеді екеуіне де. Мынағанда 48 байт, мынағанда 48 байт болады. Себебі мынадан да 12 элементтен тұрады ғой. Мынаяқтағы 4 элемент, мынаяқта 3 элемент, 4 12 болады. Бізде бағанағы мынауда жаңағы 5-3
15 элемент болған. Бұны сіздер білесіздер. Оны алдында көрген болатынсыздар. Енді біз нақты көз жеткізіп көрейік, ұқсас бола ма екен. Сосын астыдағы салыстырмаға тоқталатын боламыз. Бізге қазірше мынау керек емес. Бәрін алсайын жарайды. Мысалға int дейік. Или қазіргі мысалды ала берсек болады. Мына мысалды. Мынаны кішкене түзейік. Мынаны просто сипаттай салдық. Енді бір бұның астына осыған ұқсайтын. Бұл жерде чардан қолданбай бізге түсінікті болу үшін бағана қалған int'ті ала берейік. Int. Бұның астын басқалай барара деп қоя салайын. И біз адындағы бір өлшемдік сияқты бұл 15 элементтен тұру керек. Біз оны мына жерде көрсеткен болатынбыз. Ал элементтері олардың мынадай. Бір өлшемді жиында сипаттағанда 15 элемент шыққан. Соны көшіріп алсайын. Мынаның артына. Ай. Сипаттадық, екеуінде де қателік жоқ. Бір тексеріп өтейік. Ешқандай қателік жоқ. Енді біз алдында айтқан болатынымыз сезу функциясымен анықтайтынымыз. Ең алдымен принтті шығарып алайық. R-ның жаңағы ұзындығын. Оны жаңа сез деп жасалайын. Бұның артында сәйкестік кілттік сөзін бүтін сан ретінде шығарайық. Оның артына байт деп жасалайын. Өте түсінікті болады ол кезде. Енді қараңыздар, біз жиннің атын беретін боламыз, өйткені ол аты оның адресі. Мысалы, ең алдымен екі өлшемді жиннің ұзындығын анықтадық, оның астына бір өлшемді жиннің ұзындығын анықтай салайын. Бұл көріп өткендей бір-ның ұзындығы, оны бір мен көрейік. Бізде екеуі бірінің астына бірін түсірейік. Кешіріңіздер, біз сезу функциясын әлі қолданбадық қой. Біз сезу функциясын қолданайық қазір. Мына жерде мынаны алып тастай саламыз. Немесе мынаны сыртына жаза берейік. Көріп өткенде екеуі де 60-60 болды. Мына жерде мынаның артына түсіргеннен гөрі мынаны былай түсіргеніміз дұрыс. Көріп өткендей мынаны көріп өткенде екеуі де ұзындығы ол 60 байттан болды. Ол түсінікті. Біз енді қайтадан слайдқа оралайық. Енді ол жерде білесіздер ғой, инттің 4 еселенетін себебі. Мына жерде элемент 12, 12-ге 4-ті көбейтсе 48 байттан болады. Енді екі өлшемді жинмен мәселесі, әдетте екі өлшемді жин мәселесі жөніндегі бір өлшемдіге қарағанда ыңғайлы. Кейбір мәселелер үшін әрине. Қорытынды жасадық.
яғни не үшін екі өлшемді жиын тақырыбы керек екенін білдік. Екі өлшемді жиын кейбір бір өлшемді жиындағы ыңғайсыз мәселелерді шешеді. Ал енді екі өлшемді жиынды сипаттау, оны көрдік. Аты болу керек, типі болу керек, және бастапқы мәнін қалай болу керек дегенді. Енді екі өлшемді жиында бастапқы мәнін берген кезде оны да көрдік. Және бастапқы мәнін беруді. Және олмен жұмыс жасауды. Екі өлшемнің бір өлшемдегі жиыға қарағанда айырмашылығын да көрдік. Бұл жерде қандай айырмашылық болады екен. Немесе жадта да қандай айырмашылық болатынын. Кезекті сабағымыз осымен аяқталды.